Осы дүниеде небір адамдар бар, егер оны айуан десеңіз, сен айуансың десеңіз, сен мына істеп жатқан қылықтарың не сен? Намаз оқымайсың, Раббың бұйырған жолымен жүрмейсің. Сен айуаннан не парқың бар десең, сені атып тастауға дайын тұратын адамдар бар. Немесе ұрып жығуға дайын тұратын адамдар бар. Бірақ солар қияметте ана айуандардың бірін-бірінен ақсынап беріп, оларды топыраққа айландырып жүріп жатқанын көрген кезінде, қан еді менде адамзат емес айуан болып жаратылып, осылар сияқты топыраққа айланып кетсем деп қалады екен. Соның үшін біздерге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам момын мұсылман адамға өмірлеріңді ғанимет біліңдер деді, өлім келмей тұрып. Адамзат мынау қарқара жаны мына жеріне келгенге шейін оған тәуба есіктері ашық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тәуба есігі ашық, бәлем юғарғыр деді. Ол қарқара келместен тұрып, мадам екен мына жаны мына жеріне келместен тұрып дейді. Жаныңыз